екінші жақта дайын болды. Енді қазір тек қана мына артқы бөлігін тоқимыз, арқасын. 70 петля. Жаңа жіптен бастаймын. Бірінші петляны тоқымай іліп аламын. Екінші петля. Оң, алдыңғы петляны соған кигіземін. Бір петля убавка жасалды. 2. 3. Ең соңғы петляны тоқымаймыз. Тоқымамызды бұрып, екінші жақ қолтығынан 3 петля убавка жасаймыз. 1, 2, 3. Соңғы бір петляны тоқымаймыз. Тоқымамызды бұрып, 1 және 2 петля қысқартамыз. 3 петля қысқартылды, 2 петля қысқартылды. Қатарды соңына дейін тоқып тастаймыз. Қатардың соңында соңғы петляны тоқымаймыз. Тоқымамызды бұрып, екінші жақ шетінен де 2 петля убавка жасаймыз. 1, 2. Қатардың соңғы жағы, ең соңғы петляны тоқымаймыз. Тоқымамызды бұрып, мына жақ шетіндегі соңғы 2 петляны қысқартамыз. 1, 2. Болды, мында 7 петля қысқартылды. Неге қатардың соңғы петля тоқылмайды. 1, 2. 2 петляны убавка жасадық. Болды. Екі жақ шетінен бізде убавка жасалып бітті. Енді қыздар біз тек қана тігінен тоқитын боламыз. Мына жерде мен белгілеп алуға ұмытып кетіппін, мынандай. Осы қатардың бойымен қарап алсаңыздар болады. Неше қатар тоқыдыңыздар? Получается 7 см ол 24 қатар. 24 қатар тоқуымыз керек. Одан кейін тағы да 6 см 20 қатар тоқуымыз керек. Барлығы 44 қатар. 43 қатар болғанша тоқисыздар. Өздеріңіз 44-ші қатарды сіздермен бірге тоқимыз ең соңғы қатарда. Және де тігінен тоқыған кезде ұмытпаймыз қыздар. Біз теріс қатар тоқыған кезде, теріс жағынан тоқығанда екінші петляларымыз тоқылмайды. Соны да ұмытпай жасап отырыңыздар. Мен арқасындағы соңғы қатарға келдім қыздар. Қазір иығын тоқимын. Мына кромочный петляны қысқарту керек бізге. Оң жақ қабырғасын спицінің арғы жағына жіберемін. Мынаны қайтадан кигізіп, екеуін бірге теріс қылып тоқимын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12-ші петля, дәл алдыңғы полочкасында жасаған сияқты, екеуін бірге қосып тоқимыз. Мына петлямыздың оң жақ қабырғасы спицінің бер жағында тұр. Екеуін бірге қосып теріс қылып тоқимыз. Бұл бізде иығы. Бұны қазір қосымша жіпке өткізіп алу керек. Енді мойынның 28 петлясын жауып шығамыз.
екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Тығызырақ қылып тоқимыз, қыздар. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петля. Бұл 14 петляны біріншісі мен екіншісін бірге қысқартып тоқимыз. Оң жақ қабырғасын ар жаққа қоямын. Екеуін бірге қосып, теріс қылып тоқимын. Бұл жерде де міне 9, 10, 12 петля болды. Так, неке қыздар, жаңағы мойыны біз жапқан, артқы мойыны. Енді қазір бізге иықтарын біріктіру керек крючокпен. Ол үшін біз былай теріс қаратамыз. Мен бергі жақ бөлігінде спицаға өткізіп алдым, ыңғайлы болу үшін жабуға. Екі спицадан да бір-бірден петляларды іліп алып жаба береміз. Және петляларды жапқан кезде міндетті түрде петляның қабырғасының орналасуына мән беріңіздер. Міне оң жақ қабырғасы, мынау сол жақ қабырғасы. Бергі жақ шетінен кіргіземін крючокты. Арғы жағында да сол оң жақ қабырғадан іліп аламыз и бірге қосып тоқимыз. Сосын тоқыған кезде, мына петляларды жауып жатқан кезде қатты тартып тастамаңыздар, иығы жиырылып қалмасын. Сәл бостау жабу керек. Міне, мына петляны босырақ аласыздар. Бос жапсаңыздар, мынау кішкене былай созылып тұратын болады. Егер тығыз қылып жауып тастасаңыздар, қатты болып қалады, мына жері созылмай. Сыртынан қарағанда осылай. Барлығы менде жіп жалғанған жерлер ғой. Ең артынан петляларды тартып, шейдіп жөндеп аламын оларды. Екінші иығы да дәл солай. Жіптің ұшы қай жағында? Міне жіптің ұшы мына жақ шетінде. Жилетті былай қойып, мына жақ шетінен бастап, өздеріңіз жауып шығыңыздар. Қыздар, мінекей жилетіміз дайын болды. Екі иығы жабылды ғой, енді бізге мына артық жіптердің барлығын жасырып шығу керек.
кәдімгі ұшы үшкіртілген инені қолданып жатырмын. Қолтық жағында мінекей мына екі петлямыз екі жаққа бөлінген болатын. Мінекей мына петля оң жақ шетке қарай кетті, ал мына петлямыз сол жақ шетіне қарай кетті. Сол екеуін бүйтіп қосып біріктіре салуымыз керек. Әйтпесе қараңыздар, міне арасы ашылып әдемі көрінбей тұр, мына жақ. Барлық жіптердің ұшын осылай жасырып шығасыздар, қыздар. Мінекей бізде қосылған жері. Содан соң убавка жасалған жерді де шетін аккуратно болу үшін қарайсыздар. Кромочный петлялар бізде жақсы көрініп тұру керек. Міне осылай көтерсеңіздер, кромочный петлямыз анық көрінеді. Жіп жалғаған жерді екі жіптің ұшы шығып тұр ғой. Кішкене тартамыз, петляны кішірейтіп. Мына жағында. Екеуін қосып бір рет қана байлаймыз, содан кейін жіптің ұшын жасыра беруге болады. Мінекей, бір рет қана байладым. Енді жаңағы инемізбен жіптің ұшын мына шетіне қарай, іш жағынан бірнеше рет өткізіп, былай қарай шетімен өткізіп, жіп ұшын жасырып тастауға болады. Әрі қарай өздеріңіз шығып тұрған жіптің барлығын жасырып алыңыздар. Бізде бір жақ иығы мынау желкесі ғой. Былай әдемі жабылған болса, екінші жақ иығы. Соны мына жерді қалай жабатынымды көрсетейін. Бауларын крючокпен де спицмен де тоқуға болады. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сол құралды таңдаңыздар. Мен қазір сіздерге крючокпен тоқып көрсетемін. Ешқандай қиындығы жоқ бау тоқудың. Қажетті ұзындықтағы воздушная петля тоқып аламыз. Санап отырыңыздар: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Бір воздушная петля. Енді крючоктан кейінгі екінші воздушная петляға біз крючогымызды кіргіземіз. Жұмыс жібін екеуінен де тартып шығарамыз. Міне 1, 2, 1, 2.
осылай біріктіресіздер де жіптің ұшын баудың өзіне жасыра саласыздар. Дәл солай екінші бауды мына жақ шетіне қарай тоқисыздар. Қараңыздар, мен жилеттің мына жақ бөлігін ғана пармен отпаривать етіп шықтым. Қараңыздар, қандай разница, иә? Жуған жоқпын, тек отпаривать еткеннің өзінде осылай теп-тегіс болып тұр. Мына бауының өзі қандай түп-түзу. Бауын отпаривать еттім. Міне жиектері уже қайырылмайды, осылай әп-әдемі. Анау отпаривать етілмеген жері. Әлі шеттері қайырылып тұр, бауының өзі қисық-қисық. Сол себепті қыздар міндетті түрде кимей тұрып, өздеріңіз балаларыңызға кигізбей тұрып, ешкімге сыйламай тұрып, алдымен жақсылап жуып, кептіріп, отпаривать етіп алатын болсаңыздар, солай ғана бұйымдарыңыздың бар әдемілігін көрсете алатын боласыздар. Міндетті түрде сол үшін жуу керек. Жилет толықтай дайын болды, қыздар. Мына етек жағына обвязка жасағыларыңыз келсе, дәл юбканыкіндей қылып, бұл обвязканы қалай тоқу керектігі осы юбканың сабағында бар. Мен описаниеге ссылкасын қалдырып кетемін, және нешінші минуттан бастап қарау керектігінде жазып кетемін. Сол жерден қарап жасап алсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, қыздар. Қызығушылық танытып, соңына дейін көріп шыққандарыңызға рахмет. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийде болсын, немесе менің өзімнің жеке WhatsApp номеріме жазып сұрасаңыздар болады. Қолымнан келгенше көмегімді беруге тырысамын. Егер де сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің келесі шыққан жаңа сабағымды алғаш болып көріп отыратын боласыздар.